Аталмыш бағдарлама Евроодақтың қаржыландыруымен өтеді. Мақсаты білім ордаларындағы мұғалімдердің кәсібилігін арттырып, білікті маман тәрбиелеу. Жылына жобаға 100 миллионға жуық қаржы бөлінеді. Тұңғыш рет Қазақстан 2004 жылы қатысқан. Алғашында тек 4 облыс ұсыныс білдіргендіктен 2-3 жоба ғана жеңіске жетіп жүрсе керек. Вузы очень заинтересованы, потому Бұл что жоба Евроодақтың қаржыландыруы арқылы іске асады. Негізі жобаның аясы кең. Бір ғана Азия елдеріне 10 миллион еуро бөлінеді. Әр жобаға бөлінетін қаржы көлемі оның өзектілігіне байланысты. 2014 жылдан бері аталмыш жобаға бүкіл әлем елдері қатысады. Алғашында Қазақстанның өзінде 4 облыс қатысқан болса, қазір 15-ке жетті. Алматы облысын қоспағанда. Жиын барысында Темпус жобасы бойынша тәжірибеден өткен мамандар кәсібилігімен бөлісті. Ал өз кезегінде Тараз мемлекеттік университетінің ұжымы осындай жобада жеңіске жеткенімізді мақтан тұтамыз дейді. Биылғы жылы Қазақстаннан 10 вуз қатысты, 10 проект бойынша. Соның үшеуін Мұхаммед Хайдар Дуллахи атындағы Тараз мемлекеттік университетінің профессор оқушылар дайындаған жобалары жеңімпаз деп танылды. Бұл үлкен жақсы жетістік. Әрине жетістікке жету бар, енді оны ары қарай жалғастыру керек. Сондықтан бүгінгі таңда Erasmus плюс бағдарламасының Қазақстан бойынша координаторы Тасболатова Шайзада Өмірзақованың бастауымен осы жобаға қатысатын орындаушы профессор оқушыларға арналған оқыту семинары. Айта кетейік, қарастырылған қаржы жеңімпаз атанған жоғарғы оқу орындарының профессор оқытушылары дайындаған жобаға грант есебінде беріледі. Жобаның іске асуы үшін арнайы мамандар келіп семинар тренингтер өткізіп тұрады. Нұрболат Жолдасбек, Арман Сабыр, 77 News.